Ассалаумағалейкум. Мен Забирова Альфия. Мерей жалпы орта білім беретін мектебінің 9 сынып оқушысы менің отаныма менің бастаған жобалары байқауына қатыса отырып, мен Қазақстанның азаматының номинациясы бойынша өз жобамды қорғамақпын. Жобамның тақырыбы Қазақстан татулық мекені, этностар мәдениеті мен дәстүрлері. Жобамның мақсаты Қазақстандағы ұлт өкілдерді құрметтеу керек екендігін дәлелдеу. Жобамның жоспарының басты бөлігі Қазақстан көп ұлтты мемлекет екендігін дәлелдеу. Негізгі бөлігі барлығы түркі тектес халықтардан тарағандығын жариялау. Жобамның қорытындысы бірлік біздің басты байлығымыз. Қазақстанда 130-дан астам ұлт өкілдері бар, оның ішіне татарлар да кіреді. Мерей ауылының өзінде бірнеше ұлт өкілдері тұрады. Олардың бірі орыс, украин, татар, чуваш, кәріс, қарақалпақ, Әзербайжан. Бұл ұлт өкілдерінің ұрпақтары біздің мектебімізде оқып жатыр. Келесі татар ұлтының шығу тарихына тоқталып өтсек. Татарлар атауы татар тайпа атауынан шыққан. Татарларда қазақтар сияқты көшіп-қонып жүрген халық. Татарлар халқының мәдениеті мен дәстүрлеріне тоқталып өтсек, олардың дәстүрі мен тілге бай екендігін көреміз. Жобамды қорытындылай келе, ешқашанда ұлтқа бөлінбеуіміз керек. Қазақстанда тату-тәтті өмір сүруіміз қажет. Тұрып жатқан отанымызды құрметтеуіміз керек. Татар болсам да, мен Қазақстанның азаматымын. Назарларыңызға рахмет.